Бүгін біз үйімізді обзорлайтын боламыз, бірақ жаңбыр жауып кетті. Мені сыртынан қарағанда осындай үй бассейні бар, бірақ ішінен бір бәле шығып кеткен. Мінекей. Мына шетін өзім қоса салғам, осы шетін. Шет жағы сәл. Дала жағынан бастайық. Мына жағында бір бәле жер бар, подвал сияқты. Ол жерінде міне ішін істемедім әлі. Мінекей мынандай. Ішінде жануарлар кіріп кеткен. Мені пеш. Мынау қол жуатын жер. Дегенде ол. Мынаяқ душ болу керек, бірақ мынандай жасап жүрдім. Душ па білмеймін енді. Мына жағына да душ салуға болады. Ішін негізі өзім істедім. Басқа біреуден қарамадым. Бірақ ішін істемедім. Сіздер қанша балл қоясыздар жазып кетіңіздер. Не айналғасы іші 10-нан. Не бағанағы жердің төбесі. Мына жағында тым жоқ. Әдемілігі. Міне мына жағына крыша істеп қою керек. Бірақ істемедім. Енді біз дала жағын көрсетейік сәл. Жоқ. Бірінші этажынан кіре алмаймыз енді. Бірақ подвалынан шыға аламыз. Мінекей бассейні. Мен жүзу білем жақсы. Міне шығатын жағы, кіретін жағы. Ол міне кіретін жері. Ал мына шеті жер енді, мына жағы көргендеріңіздей бағанағындай кафе сияқты жер. Ал сіздер қанша баға қоясыздар? Комментке жазып кетіңіздер, және тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Осымен видео соңына жақындап келе жатыр. Қош, сау, саламат болыңыздар.